осы эндаумент қор деген түсініктің айналасындағы бір деген айды айтып кеткім келіп тұр. Ол бізде жалпы Қазақстанда эндаумент қорының жұмыс істету мәдениеті жоқ, мойындау керек оны. Жаңа министр айтты, бұл жақсы физика-математикалық мектепте бар деп. Физика-математикалық мектепті кімдер бітіргенін біз жақсы білеміз. Ал біздің университеттер түлектерін қашан іздейді? Депутат болса, әкім болса, суретін іздейді іліп қою үшін. Сонан кейін бейхабар, ешқандай байланыс жоқ бізде, өкінішке қарай. Содан кейін бізде эндаумент қорлардың әрине қабы тесіктеу болады. Ал жаңағы әріптестер айтып отырған болса, Гарвард университетінде 50 миллиард, Техас университетінде 40 миллиард доллар 24-ші жылда мысалы қарасаңыздар. Сондықтан, құрметті Саясат Нұрбекұлы, менің бір өтінішім жалпы келешекте біздің оқу орындары мен түлектерінің байланысын орнату керек сияқты осы эндаумент қорға, соны толтыратын адамдар. Өйткені ол жай ғана нәрсе емес, біздің білім алған жеріміз, бізді адам қылған жер. Ертең бізден кейінгі балаларда адам болсын десек, сол жердің жұтамауына, сол жердің тозбауына бәріміз үлес қосу керек сияқтымыз. Сондықтан тыйым берсек те, ертең оқып ұшқан ұямыз қиын күйге түсіп қалмайтындай, соның жыртығын жамайтындай, жаңағы Ерболат Байзоғыл айтпақшы, ол эндаумент қордың ақшасы концерт беруге немесе арка салық қоюға емес, нақты жатақхана жөнделсін, нақты студенттерге көмектессін, мұғалімдерге көмектессін, Ана Сақатұлының ұсынысын толықтай қолдаймын. Жалпы эндаумент қорымен қорының жұмыс істеу мәдениеті қалыптасса деген тілек болатын, осы талқылауда айтқым келген.